Jewish life in the first century, when these stories took place, was very complex. The Romans controlled Palestine then with an iron hand and severely limited Jewish freedom and autonomy. Jesus and his disciples were, of course, Jews. So were righteous men like Rabbi Gamaliel and other community leaders at the time who did not accept the messiahship of Jesus. As is true with every group, however, there were also leaders like Caiaphas, a Sadducee and high priest, who achieved their positions of authority through political maneuvering and whose harsh and dishonest ways were reprehensible in the eyes of most Jews, both then and now. These Bible stories show people of different backgrounds and viewpoints interacting, at times in conflict. But the overriding message being communicated is always one of goodwill and love toward all. He showed his love for me. He led the way Ол тірілді. and he gave Ол маған өз мұхаббатын берді. Ол маған жол көрсетті. Мәңгі жасауым үшін ол маған өмірін бағышлады. Ол менің гүналарым үшін Голгота тауында төлем төледі. Мен мәңгі жасауым үшін ол біліп тұрып өз жанын берді. Құдайдың ұлы жерге түсті. Соң және аспанға көтерілді. Мәңгі жасау үшін. Ол мен үшін жасайды. Ол жүр менің менен дейді. Оған өмірімді беруімді, һәм ол менен мәңгі жасауымды қалейді. Енді мен оған өз өмірімді тапсыраман, һәм ол менен мәңгі жасайман. to live forever. He lives again for me. He said, "Come follow me." So I'll give my life to him and live with him forever. Now I'll give my life to him and live with him forever. Гумансыз, бұл адам айыпсыз екен. Хақиқаттан да ол Құдайдың ұлы екен.
Андрей, терезенің алдында тұрма. Сені көріп қалулары мүмкін. Хош, не болыпты? Енді жасаймыз ба, я жоқ па, не парқы бар? Парқы үлкен, Петр. Симон, мен онан 3 мәртебе бас тарттым. Біздер жеңілмеуіміз керек. Түсініп батырсаң ба? Біздер күресуіміз керек. Қалайынша сен онан еш үлгі алмадың. Біздер күресуіміз керек. Аспан. Хәтте аспан да ғазепте. Акижан, мен оның қалай өлгенін көрдім. Неге ол өзін құтқармады? Ақыр оның қолынан келетұғын еді ғо. Акижан, ол өлген уақытында жүзінде қуаныш бар еді. Сіз әрдайым торларды жинап үйге қайтар уақытта қуанар едіңіз. Туыры Даниэл. Ол өз ісін тамамлады. Ауа. Ол өз үйіне кетті. Үкімдар Понти Пилат. Мен Аримитиялы Юсуппен. Сен хақында есткен Синедрондағылардың бірісің. Енді еш нәрседен қорқпасаңлар да болады. Иса өлтірілді. Ілтимас, оның денесін алып кетуіме рұқсат берің. Не, оның өлуін де күтпейсіздер ме? Лекін мырзам, ол өлді. Сенбеймен. Иса күшлі еді. Қорықшылар. Атанаққа шегелеген жуапкер жүзбасы қане? Ол осы жерде, мырзам. Насыралы Иса елі тірі ме? Ол өлді, мырзам. Біз таудан кетуден алдын бұған куә болдық. Оның денесін не қылмақшысың? Мен оның досты едім. Досты? Енді өлгеннен кейін алдыма достлары келетұғын болып қалды. Мейлі, оның денесін алып кетсең болады. Рахмет, мырзам. Аримитиялы Юсуп, бұл істе менің айыбым жоқ. Демек, ол өліпті да. Мырзам, біз бейгүнә адамды өлтірдік. Енді бұл хақында айтқанменен пайдасы жоқ. Маған бұл қарғысланған жерде тыныштылық сақлау бұйырылған. Ауа, мырзам. Ол тыныштылық үшін құрбан болды. Юсуп, О, Никодим, сенің келгеніңнен қуанышлыман. Мен оны жерлеу үшін хош иісті майлар алып келдім. Ауа, патшаны жерлеу үшін жетеді. Тура. Ол хақиқи патша еді. Кеттік. Шембі болмастан бұрын оның денесін кепілуге үлгеруіміз керек. Қош бол, ұстаз. Кеттік, Никодим. Шембі басланды.
Каяфа, саған не керек? Бүгін шембі ғой. Мен сіздер еврейлер үйде қалып ибадат қыласызлар деп ойлап едім. Ямаса басқа нәрсеменен шұғылланасыз ба? Сен бұл Құдайға қарсы адамның денесін алып кетуге рұқсат бердің бе? Маған бақыруға хақың жоқ, Каяфа. Мырзам, ол өтірікші тірі уақытында 3 күннен кейін тірілемен деген еді. Ертең 3-ші күн. Достлары денесін ұрлап кетеді. Кейіннен оны тірілді деп тұрып алады. Олар пөткіл Яхудияда қозғалаң көтереді. Кейіннен Римде. Өзіңді тап Рим хақында қайғырып атырғандай көрсетіп атырсаң ба? Неге келгеніңді айта бер. Қабірінің қасына қорықшылар қойыңызды сорайман. 3-ші күннің ақырына шекем дененің ұрланып кетпеу шараларын көруіміз керек. Яқшы. Мен қорықшыларды жіберемен. Каяфа. Ертең әммесі тамам болады. Онан кейін еш қашан Насралы Иса хақында еслетпеуді бұйыраман. Бұл қабір Римнен келген бұйрыққа байланысты мөхірленген. Сілер екеуіңіз түн бойы қарауылдық қыласыз. Егер ұйықтап қалсаңыз менен көресіздер. Таңда сілерді алмастырады. Хау, кім онда ұйықлайды? Күніменен істеген болсақ. Қоя ой, вазипамыз онша қиын емес. Біздер өлікті қорқылап атырмыз. Қане тұрыңлар, ауқатланып алың. Біздер нан һәм сүзбе алып келдік. Сақшылар біздерді іздеп атырма? Томас, мен оларды көрдім, бірақ кімді іздеп атырғанын сорамадым. Мен егізек үкемді табуым керек. Оны менің орныма тұтып алуым мүмкін. Мен оған сүрту үшін май алып келдім. Сені оның алдына жібермейді. Ол жерде сақшылар бар. Қабірді сақшылар қорықлап тұр. Не болса да бәрібір оның қабіріне барамыз. Мен сақшыларға олар ақында не ойлап тұрғанымды көрсеткен болар едім. Симон, бір нәрсе жеп ал. Исаның хақиқи шәкіртлері жынаятшылар емес. Білемен. Әзір болса біз кімбіз? Бір топар қорқып кеткен инсанлармыз. Әкежан, растан да Иса тірі ме? Өлгеннен кейін кім ісенер еді? Мен, ұят саған егер ісенбесең. Қай жерде болудан қатты нәзер, ол біздерді көріп тұрады. Ол біздер менен мақтануы үшін, әммесіне орнып көрсек болады. Ол хақ. Білемен, Юхан. Мені кешір, жасырынып отыра беруден бизар болдым. Онан көре оның талиматын тарқатып өлген жақсы. Ауа, сен хақсаң. Пәкке өлілер бақытлыдыр, себебі олар Құдайды көреді. Кішпейлілер бақытлыдыр, себебі олар жер жүзіне иелік етеді. Жылап жүргенлер бақытлыдыр, себебі олар жұбаныш табады. Оның бұл сөзлерін ұмытудың еш иләжі жоқ. Туыры матта. Біздер кеткеннен соң да бұл сөздер ұмытылмауы керек.
Яқ, не болған? Оның денесін алып кетіпті. Неге тіріні өлілер арасынан ізлеп атырсызлар? Ол бұл жерде жоқ. Ол тірілді. Сондай болуы мүмкін бе? Есіңізде ме? Ол не деген еді? Адам ұлы күнәһкарлар қолына тапсырылады, һәм өлтіріледі. Үшінші күні болса, тіріледі. Енді барыңлар. Не есткен болсаңыз, һәммеге айтып шығыңлар. Дене жойтылыпты. Не болғанын көрдің бе? Құдайлар оны алып кетті. Пилат бізге ісенеді деп ойлайсаң ба? Жақсысы Каяфаның алдына барғанымыз мақұл. Ауа, білесең бе, егер не болғанын жасырсақ, бәлкім ол біздерге пұлменен сыйлар. Ол тіріліпті. Ер адамлар біздерге айтқанындай. Қандай еркеклер? Олар оны алып кетіпті. Денені алып кеткен? Неге түсінбейсіздер ақыры? Ол тірілген. Әкежан, растан да Иса тірі ме? Балам, білесең бе, біздер оның тірі болуын қалар едік. Бірақ бұндай өтірік сөздерге ісене берудің керегі жоқ. Бұл хақиқат. Ісенесіз бе, ямаса ісенбейсіз бе? Бұл хақиқат. Ол жоғалыпты. Олар ұстазды ұрлап кетіпті. Әтте, өлгеннен кейін де оның денесін тыныш қоймайды. Неге олар оны өлгеннен кейін де жаман көреді? Ұстаз, мен олар сені тірі дегенде ісеніп едім. Неге жылап атырсаң? Кімді ізлеп атырсаң? Тақсыр, егер оның денесін алып кеткен болсаңыз, ілтимас. Айтың, ол қай жерде? Мариям. Ұстаз? Маған қолыңды тигізбе, Мариям. Мен еле әкемнің алдына көтерілмедім. Енді туысқанларымның алдына бар, һәм менің әкемнің алдына, сенің де әкеңнің алдына кететұғынымды айт. Естіп атырсаң ба, менің һәм сенің Құдайыңның алдына. Сізлерге айтып атырман ғо. Мен оны өз көзлерімменен көрдім һәм сөйлестім. Мариям, мен қабірде болдым. Ол жерде ешкім жоқ. Неге енді ол біздерге емес саған көрінді? Бәлкім, аяған шығар. Себебі мен жылап отыр едім. Мариям, олар саған ісенбейді. Біздерге де ісенбейді. Күні менен ісендіруге әрекет қылдық. Біздер сіздерді алдап атырсызлар деп ойлап атырғанымыз жоқ. Тек қана сіздерге көрінген. Бірақ сіздер біздерге ісенуіңіз керек. Шын жүрегім менен ісенген болар едім. Құдай сіздерге яр болсын. Бұл сен бе? Менің қолларыма һәм аяқларыма қараң. Маған тиініп көріңлер. Маған ұқсап рухтың денесі һәм сүйегі болмайды.
Періштелер болмаған гәп. Оларға сатылдыңыз ба деймен? Мен ешкімге сатылғаным жоқ. Әзірше. Қанша болады? Олар келіп денені алып кетті деген хақиқат. Ешкім еш нәрсе ұрлаған жоқ. Біздер тек хақиқатты айтамыз. Біздер ұйықтап жатырған едік. Дене ғайып болыпты дейміз. Сізлер осы уақияны есте сақлайсыз деп үміт етемен, ал басқасын емес. Не айтуды да білмеймен. Егер ұйықтап қалғанымызды білсе, Пилат ғазептен өзін баса алмайды. Мен Пилаттың алдында сілердің тәрепіңізді аламан. Сізің менен іслесуден жүда қуанышлыман. Біздер руханилер Исаны өлтіру үшін 30 күміс теңге сарпладық. Енді оны өлді деп сенулер үшін онан да көбірекке түсіп атырмыз. Әр қалай енді әммесі тамам болды. Анық тамам болды. Мені сізлерге сенеді деп ойлайсыз ба? Бір әпте болмай, қайтып келсем әмменің есі ауып қалыпты. Томас, біздер оны көрдік. Біздер оны ұслап көрдік. Кешірерсің, Юхан. Менің есім дұрыс. Оны өз көзіменен көрмегенше, мен бұған... Құдай саған яр болсын, Томас. Менің қолларым һәм аяқларыма қара. Маған тиініп көр, басқа гуманланба. Тек қана сен. Рәббім, менің Құдайым. Мені көргенің үшін сені батырсаң. Көрмей сенгенлер бақытлы. Мырзам, бүткіл Израил осы хақында айтып атыр. Айтуларынша Иса тіріліпті. Оның шәкіртлері һәм бірнеше хаяллар оны көріпті. Сондай ма? Хәзірақ оларды ұслап қамаңлар, алдауды тоқтатсын. Бұның ilәжі жоқ, мырзам. Олар Галилаға кеткен. Егер сенің сақшыларың өз вазипаларын орылағанда еді, Олар өз вазипаларын орылады. Егер бүткіл Рим әскерлерін жинағанымызда да, Насралы Исаға еш нәрсе қыла алмаймыз. сен сенесең, сен оның қайта тірілгеніне сенесең. Мен болса, бұған сенбеймін. Иса тірі болуы мүмкін емес. Мен оның тірі екеніне сенуден бас тартаман. Артық шыдай алмайман. Бір түн еш нәрсе тұта алмадық. Әкежан, қараң, қырғақтағы адам біздерге қарап тұрыпты. Достар, бір нәрсе тұттыңлар ма? Жоқ, еш нәрсе. Торды қайықтың оң тарепіне таслаң, сонда ауыңыз жақсы болады. Қайықтың оң тарепіне? Біз бұл жерге 1 сағат тор тасладық. Бірақ нәтиже жоқ. Кел, Петр, және бір мәрте әрекет етіп көреміз. Охо! Тарт! Тарт, Яқып! Андрей, тартып атырман. Әке, балықтың көплігіне қара. Бір күнде ұсындай ауды еш көрмегенмен. Түні менен ауладық. Енді болса. Тезірек, желкенлерді көтерің. Жағаға қарап жүземіз.
Симон Петр, сен мені басқалардан көбірек сүйесең бе? Ава, Раббым, сені қанша елі сүйетұғынымды өзің білесің. Онда қойларымды бақ. Әжеп болады. Симон Петр, мені сүйесең бе? Ава, Раббым, сені қанша елі сүйетұғынымды өзің білесің. Онда қойларыма қара. Симон Петр, сен мені сүйесең бе? Ұстаз, өзің білесің. Сені қанша елі сүйетұғынымды. Онда қойларымды бақ. Шәкіртлер Иерусалимге қайтып, 40 күн давамында Иса хақында хош хабар айтты. Соң оның оларды тәрк ететұғын уақыты болды. Барыңлар, бүткіл жер жүзі бойлап хош хабарды тарқатыңлар. Әке ұл һәм мұхаддис рух атынан һәм мені суға шомылдырыңлар. Һәм мені менің бұйрықларымды орынлауға үйретіңлер. Өміріңіздің ақырына шекем, мен сіздер менен бірге боламан. Even to the end of time. Галилалылар, неге енді аспанға қарап қалдыңлар? Сіздер көрген Иса аспанға қалай көтерілген болса, оны және осы халында қайтып келгенін көресіздер. As you have seen him go. Тезірек қайт, Рәббім Иса, мен сені әрдайым күтемен.